Өттегі тас ериме? Негізгі өттегі тас екі түрлі болады. Біреу холестерин тастар, олар жақында пайда болған, олар топырақ сияқты болады. Оны еріту өте жеңіл, арнайы шөп дәрілер болады. Сонымен ақырын еріп түсіп қалады. Екіншісі кальцинированный билирубинный тас дейді. Олардың пайда болғанына бір 5, 10, 15 жылға дейін болған. Оларды еріту қиын, бірақ мүмкін. Оны да шөп дәрін ішу керек. Ұзақ тұрақты түрде ішетін болса, ақырын еріп түсіп қалады. Ал егер өттегі, өт болатын болса, іші түгел тығыздап тұрып толып қалатын болса, онда амал жоқ, оны алып тастауға тура келеді. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз операциямен алып тастау дегенге өте қарсымыз. Өттегі тас бола ма, баяғыдан 5 жылдан бері бола ма, 10 жылдан бері бола ма, әлде жаңадан пайда болса да, оны шөп дәрілермен, болмаса басқаша препараттармен емдеу деген өте қате. Ол организмге теріс әсерін беруі мүмкін. Ал біз ұсынып жатқан өнім Көктөбе Анабұлақ суы, таза су, табиғи бұлақтан шығып жатқан, Алланың құдіреті дейді ғой. Сол арқылы іштегі полный құрылысты тазалап, өттегі құмдарды, тастардың барлығын түсіріп жатыр. Операцияның алдын алып жатыр. Сол үшін мен сіздерге Көктөбе Анабұлақ суын ішуге кеңес беремін. Ішіп емделіп жатқан адамдар болса, комментарийға жаза кетіңіздер.